осы жерде болып жатқан әңгімеге мүлдем араласпадыңыз, қосылмадыңыз, пікір де білдірмедіңіз. Неге? Бір шет қарғалайын деп бір нәрседен Мен бәрібір байқап шығарып отырдым, алдыңыз. сіз мүлдем араласпадыңыз. Мен мүлдем Көзіңіздің араласпаған. қиығымен қарап қана Динаға қарап отырдыңыз, Еркінбекке қарап отырдыңыз. Ортада болып жатқан әңгімені сырттай бақылап отырдыңыз. Неге? Айтпадыңыз? Себебі мен кейіпкерлермен бірге бір жаңағы пәтерде тұрмаймын ғой. Бірінші себеп сол, мен ол білмейтін нәрсемді айтқым келмейді. Және де біреуден естідім деп, мен ондай емеспін. Мен көзіммен көрсем ғана, егер айту керек болса да, керек болса ғана айтамын. Ондай көзбен көріп, қолмен ұстамаған нәрсеге жүрегімді сендіргім келмейді. Әйгерім, қалайсың дейді, мен қазақпын, сәлем беріп жатыр. Жанар басқа передачада жүр ғой дейді. Құрметті көрермендер, жаңа ғана жарнаманың кезінде ескертіп айтқан болатын. Жалпы бізге келген кейіпкерлердің мәселесін Әйгерім де біледі. Басынан аяғына дейін шамамыз келгенше жүгіріп шешуге тырысамыз. Ал бірақ біз адам құқығын ешқашан шектемейміз. Қай кезде келеді, қай кезде кетеді, өз еркі. Ал ол жерде жүрген Жанна деген апайдың біз баласымен татуластырғанбыз, қызын қолын алып келіп бергенбіз. Енді ол кісі басқа қандай программаға барады, оған біз жауап бермейміз. Сондықтан ол жерде не істеп жүргенін бізден бейхабармыз одан. Бұл Әйгерімге, Әйгерім бе өте мәдениетті әйел дейді. Әйгерім білімді, әр нәрсені орнымен сөйлейді. Әйгерім кереметсіз, Әйгерім өте ақылды. Осы Әйгерім шыққан кезде бір теріс пікір жазам екен, оқиын десем жазбайды ешкім. Әйгерім тамаша қыз, түсінігі мол, қызғалдағы жақсы қыз. Ернар, Ернар земляк дейді, мына басқа. Әйгерім өте мықты адам. Мен ол кісіге ризамын, Алла қолдасын. Пікірлерді оқыған кезде өзім шынымен альхамдулилля деп қоям да. Мақтаған кезде сөйтіп айту керек екен ғой. Қызғалдақтың мәселесі 14 күні бітсе, жіберіңіздерші жолға. 1 жылға жуық отырама дейді. Әйгерім, саналы адамсың ғой, ол жерде неге отырсың дейді. Осыған жауап беріңіз. Менің мәселем шешуге аз қалды, құрметті көрермендер. Оқу жылы басталғандықтан қазір менің оқытушылық мансабымда басталып кетті. Сондықтан кейбір бағдарламаларды енді қалдырып отырамын. Мәселем шешілуіне аз қалған шығар. Енді ол жаңағы сот процесіне байланысты. 4 күні бізде сот болады, сот отырысы болады. Маған сәттілік тілеп қойыңыздар. Міне Әйгерім неге кетпейді деген сұрақ келіпті. Әйгерім қазір ғана жауап берді. Әйгерім қай жылғы дейді. Жылыңызды алдында айттыңыз ғой дейме, қыздың жасы 18. Әйгерім өзін өзі дұрыс ұстайды, әр нәрсені орнықты айтады. Қырғызстаннан сәлем дейді. Сәлем Қырғызстан, рахмет. Әйгерім шашын жайған албасты дейді. Сымбат қайда? Сымбат шашынды жаю мәселесі туралы да айтылған болатын. Неге жаям? Сымбат осында келесі жарнаманың кезінде біз міндетті түрде Сымбатты әңгімеге шақыратын боламыз. Әйгерім өте ақылды қыз, Әйгерім сәттілік, Әйгерімнің әрбір сөзі мәдениетті, өзім үлгі тұтам, іс сәтті болсын дейді.